Ал енді болымсыз түріне назар аударайық. Болымсыз түрінде бізге көмекке did not көмекші етістігі көмекке келеді деп айтып едік, иә. Жалпы past simple'да did немесе did not көмекші етістігі көмекке келгенде етістікке ешқандай иде жалғауы жалғанбайды. Дұрыс етістік болса, ал бұрыс етістік болса ешқандай екінші формасын қолданбаймыз. Жай ғана етістіктің өзі болады. Бірінші формасы ешқандай жалғаусыз. Мысалдар келтірейік. Мысалға өткен шақта айтамыз, иә, болымсыз түрінде. Мен жазған жоқпын. Жазу деген сөз бізде write деді, иә. Бұл бізде бұрыс етістік. Яғни көріп тұрғаныңыздай бірінші формасын алып тұрмыз, ешқандай екінші формасын қолданып тұрған жоқпыз. Енді мысалдар келтірейік. I didn't write. Мен жазған жоқпын. You didn't write. Сен жазған жоқсың. We didn't write. Біз жазған жоқпыз. They didn't write. Олар жазған жоқ. He didn't write. Ол жазған жоқ деп баланы меңзеп айтамыз. She didn't write. Ол жазған жоқ деп қызды меңзеп айтамыз. Енді тағы да бір мысалға it сөзін алайық. It дегенде бізде жеу еді. Егер де біз көмекші етістікпен didn't eat дейтін болсақ, өткен шақта болымсыз сөйлем болып кетеді екен. Мысалға, I didn't eat. Мен жеген жоқпын. You didn't eat. Сен жеген жоқсың. We didn't eat. Біз жеген жоқпыз. They didn't eat. Олар жеген жоқ. He didn't eat. Ол жеген жоқ деп баланы меңзеп айтамыз. She didn't eat. Ол жеген жоқ деп қызды меңзеп айтамыз. Немесе it didn't eat деп айтсақ болады, иә. Онда жануарды меңзеп айтқан боламыз. Ол жеген жоқ деп аударылады. Енді болымсыз түрі түсінікті болса, сұраулы түріне көшейік. Сұраулы түрінде бізге көмекші етістік did көмекші етістігі келеді, және де алдыңа шығып кетеді. Одан кейін бізде subject болады, ал одан кейін етістіктің өзі. Дұрыс етістік болса, ешқандай иде жалғамаймыз. Дәл болымсыз түріндегіндей, егер де бұрыс етістік болса, ешқандай екінші формасын іздеудің қажеті жоқ, жай ғана етістіктің өзі, яғни бірінші формасының өзінде тұра береді. Мысалдар келтірейік. Did you write? Сен жаздың ба? Өткен шақта, я, сұрақ қойып тұрмыз. Немесе did we write? Біз жаздық па? Did they write? Олар жазды ма? Did he write? Ол жазды ма деп ер адамды меңзеп айтамыз. Did she write? Ол жазды ма деп қызды меңзеп айтады екенбіз. Келесі мысал eat сөзін алайық. Жеу, я. Сұрақ қоямыз. Сен жедің ба? Did you eat? Біз жедік па? Did we eat? Олар жеді ма? Did they eat? Ол жеді ма деп ер адам меңзеп айтсақ, did he eat? Ол жеді ма деп қызды меңзеп айтсақ, did she eat? Ол жеді ма деп жануарды меңзеп айтсақ, did it eat болады екен. Ал енді салыстырмалы түрінде мысалдар келтірейік. Болымды түрінде past simple деп My friends invited me to the party yesterday. My friends бізде менің достарым деп аударылады. Invite деген сөз шақыру еді. Бұл жерде болымды түрінде болып тұрғанын иде жалғанып тұр. Invite, яғни шақырды. Менің достарым шақырды. Мені деп аударылады. To the party, сауық кешіне. Yesterday деген сөз бізде past simple'дың keywordсы, яғни кілт сөзі. Кеше деген мағынаны білдіреді, аударылады. Яғни менің достарым мені кеше сауық кешіне шақырды деп болымды түрінде өткен шақта айтылып тұр. Енді дәл осы сөйлемді болымсыз түріне айландырып көрейік, я. My friends didn't invite me to the party yesterday. Менің достарым кеше мені сауық кешіне шақырған жоқ. Яғни didn't деген көмекші етістік келіп тұр. Сөзімізді, яғни сөйлемімізді отрицает, то есть жоқ деп тұр, я, шақырған жоқ. Келесі, дәл сол сөйлемімізді енді сұраулы сөйлемге айландырып көрейік, past simple'да. Did your friends invite you to the party yesterday? Сені кеше достарың сауық кешіне шақырды ма? Я? Көмекші етістік деталыңа шығып кетеді, дәл сол жаңағыдай қорытындылағандай, талқылағандай болымды, болымсыз сұраулы түрлерінде дәл сондай формулада жасалып келіп тұр сөйлеміміз өткен шақта past simple'да. Енді past simple'дың кілт сөздеріне назар аударайық, яғни keywords
сөздеріне, иә. Жалпы бізде ағылшын тілінде 12 шақ болса, сол 12 шақты бір-бірінен ажыратудың ең үлкен жолы ол keywords-тар арқылы ажыратамыз, иә. Әр шақтың өзінің keywords-тар болады деп өткен сабақтарда айтып өткен едім, иә. Past simple-дың да дәл солай keywords-тары бар, яғни кілт сөздері бар. Keywords-тары кілт сөздері мыналардан тұрады. Yesterday, кеше, a week ago, дегеніміз бір деген мағынаны білдіреді, иә. Week дегеніміз апта, ago алдын деп аударылады. Бір апта бұрын немесе бір апта алдын, иә, солай аударылады. Немесе week-тің орнына біз month, яғни ай, a month ago деп қолдансақ болады екен, иә. Бір ай бұрын. Немесе year, яғни жыл, a year ago, бір жыл бұрын деп қолдансақ болады екен past simple-да. Келесі бізде last деген сөз. Last дегеніміз өткен деп аударылады. Мысалға last month дейтін болсақ, өткен айда деп қолдана аламыз. Немесе last year, өткен жылы, last weekend, өткен демалыс күндерінде, немесе last week десек, өткен аптада болады. Ал weekend бізде демалыс күндері, иә, солай аударылады. Келесі last Monday деп айтсақ та болады, иә, аптаның бір белгілі күндерін атап. Өткен дүйсенбі күні last Monday деп аударылады. Немесе the day before yesterday деп айтсақ болады. Яғни кеше емес, кешеден алдың күні, яғни өткен күні, ол да солай аударылады. Немесе 2 days ago, 2 күн бұрын, 2 months ago, 2 ай бұрын, немесе 2 years ago, 2 жыл бұрын. Жалпы осы keywords-тар past simple-дың keywords-тары. Және де past simple-да қолданылады екен.